Көптеген көрермендер Веномның Чен ханыммен билеу кодексті әшкерелейтінін біле тұра, неге солай істеуді талап еткенін түсінбеді. Веном әдейі емес еді, ол соңғы сәттердің рахатын көріп жатты. Ұшақтағы сананы көрген сәтте ол Эдди екеуінің тағдырға ұшырайтынын білді. Налдоның кодексін тоқтату үшін біреу өзін құрбан етуі керек еді, ал бұл адам тек ол болуы мүмкін еді. Сол сәтте Эдди Веномның жақсы ниетінен бейхабар болды, және тек Веном мен Чен ханымның бірге тамаша үйлесімділікте билеп жатқанын көре алды. Алайда кодекс әшкере болғандықтан сана бірден қонақ үйге басып кіріп, Веномға бір ауыз сөз айтпастан шабуыл жасады. Веном оның трансформациясын бірден тоқтатты. Сана кодекстің бар екенін сезбесе, шабуылын тоқтатты. Әрине, екі рет іздегеннен кейін ол бұрылып кетіп қалды. Күтпеген жерден сана кеткен бойда әскери топ келіп, екеуіне де әрекет етуге уақыт бермеді. Веномды дыбысты қарумен денесінен шығарып, содан кейін тұтқынға алды. Әрине, олар өздерімен бірге негізгі тұлға Эддиді де алып кеткісі келді. Бәрін көрген Чен ханым таң қалды. Ол Веномды биге шақырудың өзі осындай жағдайға әкелетінін ешқашан ойламаған еді. Команда Эдди мен Веномды сананың жасырын түрде оларды аңдып жүргенін, және қақпалар жабылмас бұрын ішке кіріп кеткенін ешкім байқамай, базаға алып кетті. Бұл жолы шынымен де тағдырға ұшырағандай көрінді. Қандай өзін базаның зертханасында қамалып қалғанын көрді. Дәл үмітсіздікке бой алдырған кезде таныс дауыс естілді. Бұл қайтыс болған детектив еді. Эдди сенбеді. Симбиот токсин оны құтқарып қалғаны белгілі болды. Токсин Эддиге кодексті қорғауды және оның нардың қолына түсуіне жол бермеуді ескертті. Ол қажет болған жағдайда базадағы симбиот әскері оны және Веномды өлімге дейін қорғайтынына сендірді. Токсин сөзін аяқтағаннан кейін офицер сарбаздар тобымен жүгіріп кірді. Оның көзқарасы суық және батыл болды. Офицер сананың кодексті іздеп жүргенін білетін болып шықты. Сана болмысының қатыгездігін өз көзімен көрген командир кодексті жоюды шешті. Ол Эддиді өлтіру кодекстің жойылуына әкеледі деп ойлады. Барлығының өтінішін елемей Эддидің кеудесіне оқ атты. Бақытымызға орай көмекші бірден Веномға айналып Эддиді өлім аузынан алып шықты. Сарбаздар шатасты. Веномды түрмеге жабу керек емес пе? Жарты сағат бұрын симбиотқа сенген көмекші Эддиден кеткеннен кейін Веномның әлсірегенін көріп, оған аяушылық білдіріп, ешкім қарамаған кезде Веномды жасырын түрде босатып жібергені белгілі болды. Алайда Веномның пайда болуы базада жасырынған сана болмысы сарбаздарының ашуын тудырды. Бірақ бұл шабуылдар сана болмысына ешқандай зиян келтірмеді. Содан кейін олар назарын Веномға аударды. Веномның қауіпті екенін көрген көрші үйдегі симбиот кенеттен атылып шығып, санаға мықтап жабысып, Веномға қашуға мүмкіндік беру үшін соңғы күшін жұмсады. Бірақ ақырында сананың өзі оны жеп қойды. Веном тәжірибе залына жеткенде өзінің трансформациясын дереу тоқтатып, толығымен ашулы және мақсатсыз санаға айналды. Бүкіл зертхананы жоюға бел буып, барлық мінез-құлық ережелерін елемей, қатысқандардың барлығына ашулы шабуыл жасады. Сарбаздардың тұтастай жұтылып жатқанын көрген әйел көмекші алаңдауды тоқтатып, базада қамалған барлық симбиоттарды босатты. Сана қаупін сезгендей, олардың барлығы қожайындарды іздеп, қорқынышты құбыжықтарға айналып, санаға көп адамнан шабуыл жасап, бүкіл зертхананы хаосқа батырды. Веном Эддиді тез иемденіп, қашу үшін қатыгез күш қолдануға дайындалып, тіпті кетпес бұрын Эддиге аяқ киімін алып кетті. Симбиот қақпасының көмегімен олар қабырғаны бұзып өтіп, сыртқа қашып кетті. Бұл керемет көріністі келімсектерді іздеп жүрген Мартин отбасы көрді. Жарты сағат бұрын олар жасырын түрде базаға келімсектердің бар жоғын білу үшін кіріп кеткен болатын, және олар шынымен біреуін тапқан. Бірақ бірдеңе дұрыс емес сияқты еді. Дәл сол кезде сана шектеулерінен босап, әскерилер артта қалып қуып жетті. Зертханадан шықпас бұрын дәрігер күлгін симбиотаны абайсыздалып, олардың кейінгі бірігуін алдын ала айтты. Сонымен қатар сыртта симбиоттар мен сана арасындағы шайқас жүріп жатты. Эдди жүгіруді жалғастыру үшін бұрылды, бірақ жоғары қараған кезде мұнарада Мартин отбасын көрді. Олардың өлгенін көруге шыдай алмай, қауіптен шығуды ескерту үшін секіріп тұрды. Бірақ олар әрекет етпес бұрын төмендегі шайқаста күтпеген оқиға болды. Генерал симбиоттардың одақтастарын ескермей, зымыран атқышты алып, оны санаға бағыттады. Симбиоттардың өмірін мүлдем елемейді. Жарылыстан болған соққы толқыны мұнараға жетті, ал Мартин отбасы тепе-теңдігін жоғалтып жерге құлады. Қиын сәтте Эдди екі баланы ұстап алу үшін шатырларын созды, ал тағы екі симбиот Мартин мен оның әйелін құтқарды. Бірақ дағдарыс аяқталған жоқ. Сансыз бөліктерге бөлініп кеткен сана қайтадан көтеріліп, денесі көрінетін жылдамдықпен жазылып жатты. Дәл ақырған сайын қырғын жасауға дайындалып жатқанда, оны доктор жүргізіп келе жатқан жүк көлігі соғып, лақтырып жіберді. Мартин мен оның отбасын жүк көлігіне мінгізгеннен кейін, ол сананың алға қарай жүгіріп келе жатқанын көрді. Алыстағы Квинтал планетасындағы налға қолдау сигналын жіберді. Кодексті сәтті алу үшін нал бірден көбірек сана жіберді. Жағдай ушығып кетті. Әйел көмекші күресу үшін қамшыға айналды. Сананың арқасына 360 градустық әуеден сальто жасап, орақпен аяусыз шабуыл жасады. Алайда бұл шабуыл өлімге әкелетін зиян келтіре алмады, ал ол толығымен жеңілді. Жағдайдың нашарлап бара жатқанын және одан әрі бейкүнә өлімнің алдын алу үшін Эдди сананы азғыру үшін өзін пайдалануды шешті. Генералға тікұшақпен жасырынуды тапсырғаннан кейін, ол мотоциклін жарылғыш заттар үйіндісіне қарай айдады. Олар баратын жеріне жақындағанда сана код сигналын сезіп, қамшыны бірден тастап қуып кетті. Генерал да бос тұрмады, өз адамдарына толық от күшін жіберуді бұйырды. Сананы жарылғыш заттар үйіндісіне қарай айдады. Сонымен қатар доктор Мартин мен оның отбасын қауіпсіз жерге алып келді, бірақ Мартин бірден кетпеді. Қамшы санаға тиімсіз шабуылдарын жалғастырып, Веномның әрекеттерін жасырды.
тартыныстан кейін ешкім абай болуға батылы бармады. Олар сананың аяқ-қолдарды қалпына келтіру қабілетіне ие екенін білді. Әрине, келесі секундта оларға шабуыл жасалды. Алты күшақ құлады. Ұшқыштың азық-түлік генералы болатынын көріп, ол тез арада атын алып, отты баса бастады. Жауды сәтті құтқарғанымен сананың орағы кеудесін тесіп өтті. Оның жағдайы өте ауыр болды. Эдди мен Уит бірден әрекетке кірісті. Жұмыс басталды. The chopper blades! I got you. Екеуін құтқарғаннан кейін Уит санаға қайтадан шабуыл жасады. Бірақ күтпеген жерден жан дыбыстық шабуыл жасап, симбиотаны әйел көмекшінің денесінен шығарып жіберді. Ал Уитті сана тұтастай жұтып қойды. Екінші жағынан Эдди де қиындыққа тап болды. Сана жерге құлап, оны да жеуге тағдырланған сияқты. Уақыт өте келе Мартин араласып, сананы бір оқпен бөлшектеп тастады. Бірақ шайқас әлі аяқталған жоқ. Базаның айналасында сансыз порталдар пайда болды, және саналар біртіндеп пайда болды. Бұл одан да қиын болды. Бір-екі сана оларды жойып жібере жаздады, тіпті соншама көп. Веном жараланған Эддиді тасталған корпусқа сүйреп апарды. Сыртта кодексті іздеп жүрген саналарға қарап, Веном Эддимен қоштасатын уақыт келгенін білді. Қазір қашып кетуге мүмкіндік болса да, саналар оларды өмір бойы аңдып, одан да көп бейкүнә адамдарға қауіп төндіруі мүмкін. Енді жалғыз жол, саналарды аса қышқыл ерту құрылысына азғырып, олардың барлығын еріту. Эдди қауіп-қатерді білді, бірақ қазіргі уақытта бұдан артық нұсқа жоқ еді. Олар тартынбастан кабинадан шығып, барлық саналардың алдында толық формаларына айналды. Күтілгендей саналар бірден алға қарай жүгірді, ал Веном оларды мықтап байлау үшін шатырларын созды. Саналардың үмітсіз күресіне қарамастан, Веном жібермеді, денесін ерту құрылысына қарай сүйреп апарды. Генерал Веномның ниетін көріп, дәрігердің көмекшісіне тез кетуді бұйырды, ал ол ерту құрылысын іске қосу үшін қатты ауырсынуға төтеп берді. Веном сананы құрылғының түбіне сүйреп апарғанда, Эддиді денесінен лақтырып жіберді. Мен сені ешқашан ұмытқан емеспін. Мені де ұмытпа, Эдди. Эдди оны тоқтатуға тырысты, бірақ тым кеш болды. Генерал тез арада қосқышты іске қосты, ал көп мөлшерде күшті қышқыл төгіліп, Веном азаптан ұлыды. Осыған қарамастан ол Эддидің қауіпсіздігі үшін алаңдады. Ол Эддидің денесін қорғау үшін ғимаратты пайдаланды. Содан кейін құбырларды сындыру үшін шатырларын пайдаланды. Азапты тез тоқтатқысы келді. Генерал гранатаның түйреуішін тартып, қышқыл құрылысын жарды. Ондай күшті жарылыс пен қышқылда тіпті ең қуатты тіршілік иесі де өліп кетеді. Қашу кезінде әйел көмекші сүрініп құлап қалды, бірақ дәрігер оның өлімін қалай бақылапты. Ол күлгін симбиот салынған бөтелкені алып, оны жаншып тастады. Ал ішіндегі Акил-Пейн деп аталатын симбиот онымен тез араласып кетті. Акил-Пейн Флештен жылдамырақ болды. Көмекшінің алдында бірден пайда болып, оны қауіптен алып кетті. Ақырында барлық сана нысандары жойылып, нардың зұлым жоспары сәтсіздікке ұшырады. Эдди қалыпты өмірге оралды, бірақ ол әрқашан Веноммен бірге шайқасқан күндерді сағынатын. Бұл оны түрлі қауіп-қатерге душар еткенімен, олар әрқашан жарақатсыз құтылып шыға алды. Ол сөйлейтін Веномсыз өмірге үйренбегендей сезінді. Бейсаналық түрде Веном оның өмірінің ажырамас бөлігіне айналғандай көрінді. Аралас сезімдерінен Эдди Нью-Йоркке Веномның құдайын көру үшін келді. Мен бұл туралы айтуға батылым бармас еді.